Сәлеметсіздер ме? Біздің бүгінгі сабағымыз АБ бағандарды салыстыру. Енді АБ бағандарды салыстыру математикалық сауаттылықта үнемі кездесіп жүргенін білеміз. Және де Назарбаев мектептеріне қабылдаудағы сандық сипаттамада осы АБ бағандарын салыстыру. Енді бұдан кішкене басқашылау болғанмен негізі сол типтегі есептер. Ондай болатын болса, енді түсінікті болу үшін біз есептерді қарастырып көрейік. Онда бірінші мынандай дейді, қабырғасы 8-ге тең шаршымен, қабырғасы 9 бен 7-ге тең тіктөртбұрыш берілген. А бағаны дейді, шаршының периметрінің мәні дейді, Б бағаны дейді, тіктөртбұрыштың периметрінің мәні. Онда төменде А, Б, С, Д, Е жауаптары берілген. Міне АБ бағанға байланысты есептеп отырғанымыз осындай. Басында шарт беріледі, және қандай А, Б бағандары беріледі. Сол арқылы бізге осы А және Б бағандарын салыстыруға байланысты берілетін есептер. Онда талдап көрейік, А бағанының мәні қандай болады? Бірінші бізде Б бағанында тіктөртбұрыштың периметрінің мәні дейді. Б бағанынан қарайтын болсақ, міне тіктөртбұрыштың периметрінің мәнін табу үшін біз не істеу керек онда? Периметрдің Б тең 2 жақшында қосу Б екенін білеміз. Енді осыған 7 мен 9-ды қойып жеретін болсақ, онда мынаның периметрі 32, яғни Б бағанының мәні 32 екенін білеміз. Дәл сол сияқты А бағанында қандай? Қабырғасы 8 болған шаршы, онда П тең 4А екенін білеміз. 4 пен 8-ді көбейтсек 32, онда бұның да периметр 32. Демек, А бағанының да қандай? 32 екенін білдік. Енді төмендегі жауаптардың ішінен біз қандай? А тең Б, яғни С жауабы дұрыс екендігін біле аламыз. Келесі есепте мынандай дейді, X азайту 3 тең Y, келесі сандарды салыстырыңыз дейді. А бағаны X қосу 4, Б бағаны Y қосу 7. Яғни бізде екі жағында да қандай? Мына жақта қандай болып тұр бізде? X азайту 3 тең қандай болып тұр? Y болып тұр. Онда міне Б бағанына қарасақ Y қосу 7, біз осы теңдіктің екі жағына бірдей 7-ні қосып жерсек деп ойласам. 7-ні қосып жеретін болсақ, онда қандай? Мына жаққа да біз 7-ні қосып жеретін болсақ, 7-ні қосып жеретін болсақ. Онда мына жақ Y қосу 7 болды да, минус 3 плюс 7 бізде X қосу 4-ке тең болып кетті. Онда X қосу 4 тең болды, Y қосу 7 болып қалды. Содан сіз қандай екі жағының тең екенін біліп қалдыңыз. Егер мына жақта мысалы, егер Y қосу 5 деп тұрған болса, мысалы мына жерде А бағанды Y қосу 5, X қосу 5 деп тұрған болса, сіз онда оған қарағанда мынаның үлкен екенін біле аласыз. Егер X қосу 3 деп тұратын болса, мына жағының үлкен екенін біле аласыз. Деген сияқты сіз талдау жасай аласыз. Ал бұл жерде бізде қандай болып қалды? Екеуі тең болып қалды. Онда бұл жерде өзара тең Б деген жауап дұрыс болады. Немесе бұл есепті былай да шешіп алуға болады. X-ті тауып Y қосу 3 былай қарай өткізіп жерсеңіз, онда екі жағына бірдей 4-ті қостым деп қарауға да болады. Бәрібір екі жағы бізде тең екендігін қайтеміз, көре аламыз. Демек, бұл жерде өзара тең Б жауабы дұрыс болады. Онда А тең Б болып қалды деген сөз. Келесі мынандай дейді, П және Q натурал сандары берілген. П саны 6-ға бөлгенде 2 қалдық қалады, ал Q санын 6-ға бөлгенде қандай? 1 қалдық қалады дейді. 1 қалдық қалады. Енді бізге А бағаны PQ көбейтіндісін 6-ға бөлгенде қалдық, ал Б бағаны 3 деген санның өзі. Демек, енді бұл жерден біз нені тауып алу керек? А бағандағы сан қанша екенін біліп алу керек. Онда А бағандағы санды біліп алу үшін біз 6-ға бөлгенде, мысалы П деген санды 6К плюс 1 түрінде өрнектеп алсақ. Яғни 6-ға бөлгенде 1 қалдық қалатын сандардың барлығын біз осылай өрнектеп алуға болады. Ал сол сияқты Q санын 6М қосу 2 деп алсақ. Себебі жерде М мен К әртүрлі болуы мүмкін, сондықтан 6М қосу 2 түрінде алдық. Енді екеуінің көбейтіндісі деген сөз, көп мүше мен көп мүше көбейтуді білеміз. П мен Q-дің көбейтіндісінен қандай? 6К плюс 1, 6М плюс 2. Онда мына 6К мен 6М-ді көбейтетін болсақ, қанша? 36М К. Ал мына жердегі 6К мен 2-ні көбейтетін болсақ, 12К. 1 мен 6-ны көбейтетін болсақ, 6М. 1 мен 2-ні көбейтетін болсақ, қосу 2. Онда біз бұдан нені біле аламыз? Мына жерде мынауда қайтеді? 6-ға бөлінеді. Мынауда 6-ға бөлінеді, мынауда 6-ға бөлінеді. Демек, осы санды 6-ға бөлгенде бізде қандай қалдық қалады? PQ көбейтіндісін 6-ға бөлгенде 2 қалдық болатынын білеміз. Енді осыдан біз А бағанының қанша? 2 екендігін білдік, ал Б бағанының қандай? 3 екендігін білдік. 3 екендігін білдік. Демек, нені білуге болады онда бізде? Б бағаны А-ға қарағанда үлкен екенін білуге болады. Бірақ бұл жерде ондай жауап жоқ. Енді осыдан Б-ны біліп алуға болады. Бізге қандай? А-ны
міне 3-ке көбейтетін болсақ 6 болады, бұны 2-ке көбейтетін болсақ 6 болады. Демек бұл жерде 3а тең 2b қай жауап дұрыс болады онда? Б жауабы дұрыс екенін біле аламыз. Енді бұл жерден біз жаңа біз мынаны 6к плюс 1 6m плюс 2 деп таптық. Немесе логикалық жолмен табуға да болады. Мысалы 6-ға бөлгенде 2 қалдық қалатын сан мен 6-ға бөлгенде 1 қалдық қалатын сандарды енді көбейтіндісінде 6-ға бөлгенде қанша қалдық қалатынын білу үшін, мысалы 2 мен 1-дің көбейтіндісі 2, онда 6-ға бөлгенде 2 қалдық қалатынын біле аламыз мысалы, иә? Сол сияқты мысалы 6-ға бөлгенде 2 қалдық қалатын сан мен 6-ға бөлгенде 2 қалдық қалатын санның көбейтіндісі онда 2 2 4 мысалы, иә? Қалдықтардың көбейтіндісі. 6-ға бөлгенде мысалы 4 қалдық береді деген сияқты міне мына формуламен есептеп қайтып алуға болады. Осылардың барлығын дәлелдеп алуға болады. Қалдықтарға байланысты. Онда келесі есепті қарастырайық. Келесі мынандай дейді, міне К және М нүктелері А, Б, С-ды төртбұрышының асы диагоналын бірдей. Мына К менен М бірдей 3 бөлікке бөлген. Мынау бөлік және мына бөлік бізде қандай? Үшеуі де тең. Онда А, Б бағандарының мәндерін салыстырыңыз дейді. Онда бізде Б бағанында мына А, Б, С үшбұрышының не болып тұр бізде? А, С-ды немесе А, С-ды. А, С-ды үшбұрышының несі болып тұр? Ауданы болып тұр, иә? Ал А бағаны БКМ, мына боялған бөліктің үшбұрыштың ауданының 3 есесі дейді. Онда біз осыға дейінгі геометриялық есептерде мына нәрсені айтып кеткен болатынбыз. Яғни үшбұрыштардың табандары тең болса, үшбұрыштардың табандары, міне 3 табаны, үшеуінің үшбұрыштың 3 табаны қандай болып тұр? Тең болып тұр. Және биік төбелер ортақ болса, төбелер ортақ деген сөз, онда сол табандарына түсетін биіктіктері қандай? Бірдей болады деген сөз ғой. Яғни оларға биіктігі ортақ болып қалады. Бірдей болатын болса, онда сол үшбұрыштардың аудандары қандай болады? Тең болады. Яғни төбелері ортақ, сол төбеге қарсы жатқан табандар тең болатын болса, онда сол үшбұрыштардың аудандары да қандай болады? Тең болады. Демек, онда біз бұдан нені білуге болады? Мына үшбұрыштың және мына үшбұрыштың аудандары қандай? Тең екендігін білеміз. Онда үшеуінің ауданы тең болатын болса, енді сіз мына үшбұрыштың ауданын 3 еселейтін болсаңыз, онда ол А, Б, С үшбұрышының несіне тең болып қалады? Ауданына тең болып қалады. Иә? Соның ауданына тең болып қалады. Оның ауданына тең болып қалды деген сөз, онда бізде қандай? 3 еселенген үшбұрыш Б, К, М ол тең болып қалды. Үшбұрыш қайсының ауданы? А, Б, С-ның ауданы. А, Б, С-ның ауданы. Ол үшбұрыш А-сының ауданы менен үшбұрыш А-сының ауданы қандай? Үшбұрыш А-сының ауданы тең бізде. Үшбұрыш А-сының ауданы қандай? Тең. Демек, бізде А бағаны мен Б бағаны тағы да қандай болып қалды? Тең болып қалды. Онда бұл жерден де Е жауабының дұрыс екенін біле аламыз. Келесі мынандай дейді. Логарифм LGX-ті 2-ге бөлгенде тең болады LGY-ті 3-ге бөлгенде, тең болады LGZ-ті 5-ге бөлгенде, мұндағы X бірден артық, Y бірден артық, Z бірден артық, AB бағандарын салыстырыңдар дейді. Бірінші LGX дегеннің ондық логарифм екенін білеміз. Логарифмнің негізгі мағынасы қандай болатын? Егер мынандай да, мысалы 4-тің мысалы, 3 дәрежесі тең 64 болатын болса, логарифмнің негізгі мағанасы, мысалы, логарифм 4 негізді 64 тең қанша? Яғни 4-тің неше дәрежесі 64 дегенді көрсететін бізде. 4-тің неше дәрежесі 64. Яғни 4-тің 3 дәрежесі 64 екенін білесіз, сонда 4 негізі 64 тең 3 деген сияқты, иә? Енді осындай, алдына 4-тің орнында 10 тұрғанда біз 10-дық негізді логарифмді деп атайтынбыз да, оны 10-ын жазбай-ақ LGX деп жаза беретінбіз. Мысалы, оның мағанасы қандай бізде? Логарифм, мысалы, 10 негізді X дегенді біз қандай LGX түрінде жаза береміз. 10-дық логарифм екендік түсінікті болды. Ал енді біз бұл есепті логикалық жолмен қалай оп-оңай салыстырып алуға болады, былай ойлауға болады. Мысалы, LGX-тің жалпы өзі нешеге тең болатын болса, 2-ге тең болатын болса, мысалы, мынау барлығы 2-ге тең болатын болса, 2 мен 2 қысқарып кетеді де 1 болады. Ал LGY-іңіз сізде 3-ге тең болатын болса, 3 пен 3 қысқарып кетеді де 1 болады. Сол сияқты LGZ-іңіз 5 болатын болса, 5 пен 5 қысқарып кетеді де 1. Сол кезде теңдік орындалып тұр да. Сонда сіз мынаның үстіндегісін 2, мынаның үстіндегісін 3, мынаның үстіндегісін 5 деген сияқты ойлауға болады. Демек, сіз нені білесіз? Онда логарифмнің біз бірден артық жағдайда X-тің мәні
өспелі болатындықтан, яғни үлкен мәніне оның үлкен мән сәйкес келеді. Мынадан да біліп алуға болады не. Оны үлкейген сайын үлкейіп отыратындығы. Негіз бірдей болған 64 мысалы. 4 болатын болса 1 болып қалады деген сияқты. Демек, онда осыдан біз нені білуге болады? X, Y-тен кіші, X қандай? Y-тен кіші, ал Y-тің Z-тен кіші екенін біле аламыз. Иә? Ал мына жерде бізде X бірден үлкен, Y бірден үлкен, Z бірден үлкен деп берген түсінікті. Иә? Онда олардың барлығы оң сандар. Демек, біз нені білеміз? Онда Y пен Z-тің көбейтіндісі X пен Y-тің көбейтіндісінен үлкен екенін білеміз. Онда біз нені білеміз? А бағаны Б бағанынан кіші болып қалатынын біле аламыз. А бағаны Б бағанынан. Демек, бұл жердегі онда жауап қандай болады? Жауап бізде А Б-дан кіші, яғни А жауабы дұрыс болады. Ал енді бұны нақтылы жаңа логарифмнің мағынасы бойынша да шығарып алуға болады. Мысалы, мына қатынастың барлығы тең бір Т деген өрнекке тең деп алып, нақтылы мынаның үлкен екенін қайтуға болады, дәлелдеп алуға да болады. Енді математикалық сауаттылықта біз негізі осындай тезірек тұжырым жасау, логикалық жолмен ойлау, сондықтан осылай талдап қарасақ та болады. Енді төменде сіздерге үй жұмысы берілді. Өздіктеріңізден орындап көруге. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше.